Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін сайттағы таныстық жайлы қызық оқиғаны айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдынша біз видеомызды бастаймыз. Кана есімді 19 жасар жігіт инстаграмды қарап отырып шаршап кетеді, яғни инстаграмдағы қыздарды қарап отырып біреумен сөйлеседі, екеумен сөйлеседі, үшеумен сөйлеседі. Болмаған соң инстаграмды қойшы деп бір сайтқа кіреді, таныстық сайтына кіреді бір. Сөйтіп өзінің анкетасын толтырып қояды, кәдімгідей жасым мынандай, атым мынандай. Өзінің әдемі түскен фотоларын қойып қояды, кәдімгідей жылтырап тұрған машинада, тойда түскен фотоларын қойып қояды. Сөйтіп күні бойы сол телефоннан сайттағы қыздарды аңди бастайды. Енді ана қызбен бір сөйлеседі, мына қызбен бір сөйлеседі. Ақыры соңында бір Айжан есімді бір қызбен сөйлеседі. Енді Кана Айжан есімді бір қызбен жақсылап сөйлесіп ары қарай общение ұстай бастайды. Ол Айжан есімді қыздың жасы 22-де еді, ал Кананың жасы болса 19-да. Сөйтіп екеуі бір-бірімен сөйлесіп жүреді, кәдімгідей дос ретінде араласып. Бірақ екеуінің жасында кәдімгідей айырмашылық бар еді, бірақ ол жерде жас рөл ойнамай қалды, өкінішке орай. Сөйтіп екеуі кәдімгідей дос сияқты общение ұстап, солай бір 6 айдай сөйлеседі. Енді сөйтті Кана оны сөйлесіп жүріп енді ұнатып қалады Кана Айжанды. Сол Кана айтады: "Давай Айжан, серьезно отношения құрып көрейік. Егер нормально болып жатса, үйленіп кетейік" деп ұсыныс жасайды. Айжан болса: "Ну, мен ойланып көрейін енді" дейді да. Бір күн ойланады, 2 күн ойланады, 3 күн ойланады. Ақыры 4-ші күнде: "Жарайды, серьезно отношения құрсақ құрайық. Егер нормально болса үйленіп кетеміз" деп екеуі кәдімгідей бір-бірімен уәде береді. Сөйтіп екеуі шынайы өмірде кәдімгідей кездесіп, паркке барып кино көріп, екеуі кәдімгідей ғашықтар болып жүреді енді. Сөйтіп бір күні Кананың бір нәпсісі қоза бастайды енді Айжанға деген. Сөйтіп Айжанға айтады: "Давай Айжан, екеуміз қосылып көрейік" деп намектейді Кана болса Айжанға. Айжан болса: "Ей жоқ, жынысың ба? Біз сірә үйленеміз ғой, үйленгеннен кейін боламыз. Одан әрі болмаймыз" деп Кананың бетін қайтарып тастайды Айжан енді. Сөйтіп Кана енді соған төсекке көндіру үшін Айжанды кәдімгідей сыйлықтар бере бастайды Айжанға. Күн сайын гүл, шоколад, аю бәрін әкеліп береді енді. Киноға апарады, кәдімгідей ана төсекке жатқызу үшін кәдімгідей барлығын жасайды енді. Сөйтті Айжан енді оның намектап жүргенін біліп қойды енді. "Жарайды жаным, маған күшті нәрселер алып беріп отырсың ғой, давай болсақ болайық" деп Айжан бір күні келісімін береді енді. Бірақ осы болғаннан кейін срочно үйленеміз деп кәдімгідей Айжан оған талап қояды Канаға. Кана болса: "Иә, үйленеміз, бұйырса осы өткізіп алайық осыны, одан кейін боламыз" дейді. Сөйтіп Кана алады да әке-шешесі кетіп қалғаннан кейін үйіне шақырады Айжанды үйіне шақырып кәдімгідей дастархан жайып, романтический дастархан жайды енді. Ішімдіктер алып, анау мынау сушняк тамақтардың барлығын жасайды. Сөйтіп Айжан екеуі бірінші шай тамақ ішіп, кәдімгідей сөйлесіп, әзіл қалжың жасайды. Әзіл қалжың жасып кәдімгідей ойнайды бір-бірімен. Одан кейін жайлап Кана деген Айжанның мойнынан иіскеп, кәдімгідей ернінен сүйіп төсекке қарай алып кетеді енді. Сөйтіп екеуі бір-бірімен кәдімгідей сүйісіп алады енді, бір ат души сүйісіп алады да. Кана енді Айжанның үстін шешіндіре бастайды енді. Шешіндіріп кәдімгідей иіскеп, жалап, кәдімгідей қоздыра бастайды енді Айжанды болса. Айжан аңырсып кәдімгідей деп аңырсып кәдімгідей Айжанда енді балқып кетеді енді, кәдімгідей балқып еріп кетеді. Сөйтіп Кананың мүшесін шығарып алып, кәдімгідей аузын суырып, кәдімгідей екеуі сол жерде кәдімгідей 4-5 сағат ат-души ойнап күліп періседі енді, кәдімгідей екеуі перісіп. Осы мама папасының келуіне 1 сағат қалған кезде Кана сол перісуді аяқтап, кәдімгідей екеуі душқа барып шомылып, жуынып, сөйтіп Айжанды Кана үйіне шығарып салады. Үйіне шығарып салғаннан кейін келіп ұйықтап қалады. Келесі күні Кана деген енді құршын қандырып алғаннан кейін Айжан айтады: "Давай енді мен сенімен жүрмеймін, давай осыны қоя салайық" дейді. Айжан болса: "Ей, сен жынысың ба? Мен саған не ойыншықпын ба деп, мен сен үйленбейтін болсақ мен сені сотқа беремін" деп кәдімгідей Кананы үркітеді. Кана болса: "Мәссаған" деп, "Енді не істесем болады" деп шошып кетеді. Сөйтті: "Давай Айжан, екеуміз оңаша сөйлесейік, ақылға келейік" деп Айжанды бір кафеге шақырады. Сөйтіп кафеге шақырып Айжан екеуі, Кана мен Айжан екеуі жақсылап сөйлесіп, ақыр соңында Кана Айжанға үйленетін болып шешеді енді. Сөйтіп арада 3 ай уақыт өтіп, Айжан Канаға тұрмысқа шығып, ұланғаса той жасап, достар, туысқандар барлығын шақырып той жасайды енді. Сөйтіп арада 1 жыл өткеннен кейін Айжан мен Кананың ұлы дүниеге келеді. Сөйтіп екеуі балалы шағалы болып бақытты ғұмыр кешеді достар. Видеоны арнаға жазылып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.